Сәлем достар, сіздермен бірге Дибол және бүгін біз Гарри атты полицейдің түрмесінен қашатын боламыз. Мына стрелкалардың арқасынан жүреміз, мына трубалар арқылы өтеміз. Мына торды аштық, келесі торды ашамыз. Мына торды ұрып сындыру қажет екен. Ұрып сындыру, енді мына жерде кішігірім паркур. Бұл жерде оңай екен. Тез өттік, мына жерде тетікшені бассақ, мына торлар көтеріледі екен. Осы торлар арқылы паркурды өтеміз. Паркур жеңіл, қиын емес. Мына жерде біз қазір өзіміздің түрмемізден шықтық. Енді мына тетікшені басамыз да темір торды ашамыз. Темір торды ашып, тезірек енді Барри атты полицейдің артынан біздің артымыздан Барри атты полицей қолап жатыр. Одан қашып кеттік. Қашып құтылдық. Мына трубалар арқылы былай өтеміз. Мына жерде біз кішігірім секіреміз. Өстіп секіріп мына жаққа өтеміз. Мына жерде біз әжетханаға түстік. Мына әжетханада не бар екен? Мына жерде біз қазір тоннель қазу керек екенбіз. Мына дауыстарға назар аудармай қойыңдар достар. Мына тоннельді қазамыз. Тоннель ұзын екен. Тоннельді ұзын қылып қазу керек екен. Тоннельді қаздық. Міне енді біз жердің астында лаваның паркурын өту қажет екен. Осы паркурды былай өтеміз. Осылай паркур изи, тез өте аламыз. Мына жерде ағаштар сынады екен. Ағаштар шіреген, сынады, сондықтан абайлау қажет. Мына жерде адам басы ретінде паркур. Бұл паркур оңай болады деп ойлаймын. Инелерді секіріп өтеміз. Мына жерде қызыған шардан абайлау қажет. Себебі қызыған шар бізді күйдіруі мүмкін. Денемізді күйдіруі мүмкін. Сондықтан абай болу қажет достар. Мына шардан абайлаймыз, өтіп кетеді. Енді мына жаққа қарай, мына жаққа тығыламыз. Шар өтіп кетті. Ары қарай жүре беруге болады. Міне ағаш баспалдақпен шығамыз. Шықтық. Мына жерде қорғауыш бар екен. Одан абайлау қажет. Мынаны бұраймыз. Барри бізді ұстамас үшін айналамыз кішкене. Ол біздің артымызда кішкене жерде, және де ол өте осырақ екен. Себебі мына жердің бәрін састып жіберді. Біз одан қашып құтыла алдық. Мына баспалдақтармен төбеге қарай шығамыз. Ол өте осырақ екен, және де жан жақты састып жіберді. Мына лифт арқылы біз қазір төбеге көтерілеміз. Төбеге көтеріліп жатырмыз достар. Біз төбеге көтерілдік. Мына жерде энергетикалық сусын беретін машина автоматы бар екен. Енді біз өте тез жүгіре аламыз. Мына паркурды біз өте аламыз. Бұл паркур өте оңай екен. Себебі біз энергетикалық сусынды іштік. Ол сусын бізді тез жүгіретін қылып қойды. Енді осылай тез паркурды өтеміз. Паркур өте оңай, қиындығы түгі жоқ. Және де біздің адамымыз осы сусыннан кейін қатты кекірді. Баспалдақтармен төбеге шыға береміз. Мына жерде заттар сақтау бөлмесі не бар екенін көрейік. Бұл жерде қораптар бар екен, және де бөшкелер бар екен. Бұл жерден бізге тек қана баспалдақ керек. Бұл баспалдақты осылай алып өтеміз. Мына жердегі темір торға алып келеміз. Баспалдақты осы жерге қоямыз да. Темір торды ашамыз. Және де осы темір тордағы баспалдаққа секіреміз. Секірдік. Енді ары қарай жүреміз. Мына жерде желпуіш бар екен. Бұл жерде инеге түсіп кетпей, және де желпуіштен абайлап өту қажет. Бұл
өте қатты қиын емес, бірақ біз түсіп кетейін деп жатырмыз достар. Абай болу қажет. Бұны өте алдық. Желпегіштен және де инелерден біз өте алдық. Мына жерде кішігірім паркур. Бұны біз оңай өте аламыз, себебі біз паркурды жақсы білеміз. Мына трубалар арқылы секіреміз. Мына трубаға секіреміз. Және де мына трубаға секіреміз. Мына және де мына трубаға. Мына жерде пар шығаратын трубалар бар екен. Олардың бәрін өшіру үшін бізге тетікшелердің бәрін бұрау керек. Мына тетікшелердің бәрін бұрап шығамыз. Екінші тетікше бұрылды. 3 тал тетікше бұру қажет. Біз 2 тетікшені бұрдық. Енді 3-ші тетікшеге жүгіріп бара жатырмыз достар. 3-ші тетікше бұрылды. Енді пар ататын трубалар өшіп қалды. Яғни біз оларды жауып қойдық. Енді біз күйіп қалмаймыз достар. Осылай жүгіреміз достар, трубамен жүгіреміз. Мына жерде кішігірім паркур екен. Бұл біз паркурда жақсы білеміз, сондықтан өте оңай өтіп кетеміз. Мына жерге кіре алмай қалдым. Кішкене паркурды білмей жатырмын ба, ұмытып қалдым ба достар. Болды, кіріп кеттік. Енді осылай жүгіреміз алдыға қарай. Жүгіреміз. Мына жерде тағы да бір желпегіш, және де ол желпегіш бізді итеріп жатыр. Сондықтан үлеп жатқаннан кейін біз мына жерде астымызда орлар бар екен. Ол орлардан абайлау қажет. Себебі ол орға түсіп кетсек, біз ол жерден ешқашан шыға алмай қалуымыз мүмкін. Міне біз мына жерге жеттік. Мына жерде желпегіш бар. Желпегіш арқылы біз ана жерге жетуіміз қажетпіз. Сондықтан қазір біз желпегіш арқылы мына жерге кіріп кеттік. Паркур өте оңай, себебі мен паркурды өте жақсы білемін. Міне біз асханаға жеттік. Мына жерде Гарри атты аспазшы бар екен. Осы Гарри атты аспазшыны біз қазір Фудзука арқылы, міне достар, Фудзука деп жазылып тұр. Яғни бұл Фудзука тамақпен ататын болады. Тамақпен атып, Фудзука арқылы біз қазір Гарри атты аспазшыны ұйықтатып қоятын боламыз. Мен атып жатырмын, бірақ тие алмай жатырмын. Достар, оның жарты ғана жаны қалды, сондықтан тезірек оны ұйықтатуға тырысатын боламыз. Ол өте семіз екен, сондықтан көп осыра береді екен достар. Әні біз достар, біз Гарри атты аспазшыны ұйықтатып қойдық, және де ол жарылып кетті. Енді біз мына жаққа, мына жерде сырғанайтын жер бар екен. Қазір біз сырғанайтын боламыз достар. Достар, мына сырғанағыш өте жақсы сырғанағыш жер екен. Өздеріңіз осы картаны өтетін болсаңыздар, өте жақсы жер екен. Мына жерде баспалдақпен көтерілеміз достар. Осы баспалдақпен көтерілеміз. Мына жерде есік бар екен. Мына жерде тағы да бір желпегіш. Бұл желпегіш арқылы біз лазерларды өту керек екенбіз. Лазерларды абайлап өтпесек, бізді лазер кесіп тастауы мүмкін. Сондықтан достар, абай болу қажет. Мына 2 лазерді өттік, 3-ші лазерді өттік. Соңғы лазер қалды достар. Соңғы лазерді да өттік. Әні біз енді мына жерде есік алдына келдік. Мына жерде баспалдақ бар екен, баспалдақ арқылы шығамыз. Мына жерде темір заттар бар екен. Ол темір заттар арқылы біз қазір мост жасай алатын боламыз. Бірінші мостымыз дайын. Бізге 3 тал мост жасау керек. Сол кезде біз арғы бетке өте алатын боламыз. Екінші теміріміз, яғни осы темірлер арқылы біз мостты құрастыратын боламыз достар. Екінші мост дайын. Соңғы 3-ші мост қана қалды. Баспалдақтан шығамыз, тезірек жүгіреміз. Мына темірді аламыз.
темірді аламыз да үшінші соңғы мостымызды құрастыратын боламыз. Үшінші соңғы мостымыз дайын достар. Енді мына есіктен артында не болатынын білмеймін. Қазір көретін боламыз достар. Мына басқа да онлайндағы адамдар бар екен. Олар не істейді екен? Мына Гарри атты полицейдің роботы бар екен. Сондықтан достар, одан абайлау қажет. Оны Фудзука арқылы қазір біз оның қаруларын сындырамыз. Бірінші қаруы сынайын деп қалды. Бірінші қаруы сынды, енді екінші ғана қаруы қалды. Мына тамақ ататын заттары арқылы, тамақ ататын қару арқылы біз қазір Барри атты роботты сындыра аламыз. Барри атты полицейдің роботы сынды, өзімен қосып, ол робот жарылып кетті. Мына жерде полицейлердің машинасы бар екен. Қазір осы машинаға отырып біз түрмеден қашатын боламыз. Мәссаған, мына жерде соғып сындырып кетті. Торды сындырып кеттік. Мына жер шөл дала екен. Қазір біз мына жерде тоқтайтын боламыз. Себебі мына жерде вертолет алаңы бар. Міне анау жерде вертолет тұр. Ол жер вертолет алаңы. Вертолет арқылы біз қазір осы түрмеден қашып кетеміз. Өзіміздің үйімізге қайтатын боламыз достар. Мына баспалдақ арқылы көтерілеміз достар. Мына темірдің үстіне секіреміз. Бұл жерде кішігірім ғана паркур екен. Бұл паркур маған өте оңай беріледі. Себебі мен паркурды өте жақсы білемін. Осылай секіреміз достар. Трубалар арқылы секіріп өтеміз паркурды. Соңғы баспалдағымыз. Сонымен біз тік ұшақтың жанына келдік. Енді біз қазір үйімізге қайтатын боламыз достар. Достар, бүгінгі видеоны көргендеріне өте көп рахмет. Және де келесі видеоларымды көретін болыңыздар. Шығып жатсаң, және де лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бәріне рахмет көргендеріңіз үшін. Және де сау болыңыздар.